Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік грант 2022 жылға 814 адамға жоспарланған. Төртінші лек бойынша 539 адамнан бүгінгі күнге өтінім қабылданды. Яғни 539 адамнан өтінім қабылданып, оның 269-ына мемлекеттік грант беру жоспарланған. Осыған сәйкес бүгінгі күні, яғни 19 мен 29 аралығында өтінім қабылдануға тиіс. Дегенмен бізде Қызылорда қаласында жаңағыдай өтінім берушілердің көп болуына байланысты бүгінгі күні өтінім беру аяқталып тұр. Алдағы уақыттарда осындай лектер ашылған жағдайда биылғы жылы болады немесе келесі жылы болады, ол уақыттарда біз әлеуметтік фейсбук парақшамыз арқылы мемлекеттік гранттың өтінім беру мерзімін алдын ала 10 күн бұрын жариялайтын боламыз. Бизнес еңбек порталынан бір мезетте азаматтардан өтінімдердің көптеп түсуіне байланысты арасында шамалы ақаулар пайда болды, бірақ ол ұзақ уақытқа созылған жоқ, қысқа уақытта қалпына келтіріліп, тиісті азаматтар өтінімдерін берді. Осы мемлекеттік грантқа байланысты азаматтардың сенімдеріне кіріп, жаңағыдай алаяқтық деректері анықталған жағдайлар бар. Солар бойынша біздер құзырлы органдарға тиісті өзіміздің ұсынысымызды бердік. Нәтижесі бойынша тергеп тексеру жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі таңда іс сотта қаралу үстінде. Халықтың түсініспестік болып жатқаны, әрбір азамат бұрынғыдай қолымен келіп өтінім бермейді. Әрбір азамат өзінің жаңағыдай электронды қолтаңбасы арқылы өтінім береді. Оған ол азаматтарға менің ұсынысым, басқа азаматтарға өздерінің электронды қолтаңбасын бермеуді ұсынамыз. Мен сізге жаңағыдай грантқа өтінім беремін, грантты өтісіп беремін деп электронды қолтаңбаларын пайдалануды. Сол азаматтардың электронды қолтаңбалары арқылы ол сол жұмыспен қатар жаңағыдай несие алу дейміз банкке, басқа да оның өзінің жеке құпиялы мәселелерін басқа азаматтар ол ақпараттанып, басқа да әрекеттер жасаулары мүмкін.